Сәлем достар, Улар Ризаэль каналына қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода қыстырғышпен ойнайтын 5 түрлі ойынды Ризаэльдің орындауында қабыл алыңыздар. Ризаэль, қазір мына 3 ыдысқа мына прищепкаларды жабыстырасың. Көкті. Көк, айт. Көк. Қызыл, сары. Жасыл, сары. Жабыстыра қой. Ойын байқағандарыңыздай түстерді ажыратуға арналған. Түстерді ажырата отырып бала қолының ұсақ моторикасы дамиды. Қызыл, көк, сары. Я. Бұл ойында бала түстерді ғана ажыратып қана қоймай, зейіні тұрақталып, реттілікті анықтап үйренеді. Бұл ойын Ризаэльге өте ұнады. Қандай қызығушылықпен ойнап жатқанын байқауға болады. Видео ұнаса, тіркеліп, лайк басып кетсеңіз қуанып қаламын. Егер сұрақтарыңыз болып, ұсыныстарыңыз болып жатса, комментарийға жаза қойыңыз. Помоги, Дима. Құтқарды, алақай. Мама дейді. Сүйікті ойыншықтарын қыстырғыштардан құтқару Ризаэль үшін үлкен ерлік жасағандай әсер қалдырды. Бұл ойын түрі де балалар үшін өте қызықты. Міндетті түрде балаларыңызбен бірге ойнап көріңіздер. Құлағымда алсай. Құтқарсай. Помоги. Аяй болып тұрма. Қышақта.
Үйдегі бар қарапайым заттармен осындай ойынды ұйымдастырып берсеңіз, балаңыз ұзақ уақыт жалықпай қызығып ойнайтын болады. Сондай-ақ өз фантазиясына ерік беріп, бір ойыннан екінші ойынды өзі ойыннан шығарып жалғастырады. Үй жағдайында қыстырғыштармен ойнайтын нейро ойынның бір түрі. Бұл ойын арқылы баланың ми шарларының арасындағы байланысты жақсартамыз. Сөйлеуін дамытып қана қоймай, пинцетный захват, зейінді бір жерге шоғырландыру, денесін баланста ұстап тұра алу, өз денесін сезіну дағдыларын машықтандырамыз. Келесі видеода тыныс алуға арналған жаттығуларды ұсынатын боламын. Видеоны жіберіп алмау үшін тіркеліп алыңыз. Сау болыңыздар.